Құрметті бауырым, тағы да бір маңызды нәрсе, Рамазан айы бітеді. Рамазан айы біткеннен кейінгі келетін айды Шәуәл айы деп атаймыз. Осы айда, бір айдың ішінде, 30 күннің ішінде, осы Рамазаннан кейінгі келетін айда 6 күн ораза тұту бірден емес бәрін. Қаласаңыз арасын үзіп-үзіп, қаласаңыз бірден 6-ауын қосып 6 күн ораза тұтсаңыз Рамазаннан кейін. Анау 30, мынау 6, 36 болды ғой. 10 есе сауап болса, 360 күн ораза тұтқанның сауабын алады екенсіз. Яғни 1 жыл оразаның тұтқанның сауабын аласыз. Басқа тілде айтсақ, бір адам сізге мысал айтса, құрметті бауырым, сен егер маған 6 күн жұмыс жасап берсең, 6 күн, бір айда, осы бір айдың ішінде 6 күн жұмыс жасасаң, мен саған 1 жылдық ақша берем десе, 1 жылдық айлығыңды бірден төлеймін, бірақ 6 күн ғана жұмыс істеп берші десе, қалай келісер медіңіз? Айтыңызшы. Осы оразадан кейін 6 күн Шәуәл айы тұр. Шәуәл айының ішінде 6 күн ораза тұтсаңыз, әлбетте қазаларыңызды өтегеннен кейін. Қазаларыңызды өтегеннен кейін ғана 6 күн ораза тұтсаңыз, онда сіз 1 жыл ораза тұтқанның сауабын аласыз. Яғни 1 жылдық 6 күннің ішінде 1 жылдық сауапқа жетесіз. Бірақ бұл Рамазанмен қосып есептелінеді. Рамазанды тұтып болғаннан кейін есептелінеді. Біліңіз, тахаджуд намазын жұрттар мақтайды. Қандай ұлы намаз, қандай керемет намаз. Бірақ тахаджуд намазы парыз намазға жетпейді. Құптанның парызына жетпейді. Таң намазы, бесін, асыр, ақшам намаздарының бірде-бір бұрышына жетпейді бұның сауабы. Сондықтан бірінші орында парыз, сонан кейін нәпіл тұрады. Құрметті жақсылар, осы Рамазанды байда, әсем қылып өткізген екенсіздер деп ниет қылып жатырмын. Және бір нәрсе, қадір түнінде жұрттың ықыласын, соншалықты мешіттеріміздің лық толғанын, жұрттың бәрінің Аллаға деген ықыласын көріп, бір қандай да бір жүрегіме, қандай керемет нәрсе, жүрегіме бір ықыластар, бір керемет сезімдер келеді. Құрметті жақсылар, елімізге дұға қылсаңыздар, дұғаны ер азаматтарға әсіресе айтатыным, үлкеннен бастасаңыз, Аллахым бүкіл әлемге тыныштық бер, оның ішінде мұсылмандарға тыныштық, амандық бер, оның ішінде қазақ еліне амандық, тыныштық бер деп, еліңізге, жеріңізге тыныштық, байлық, береке сұрабасаңыз, сонан соң жанұяңызға сұрасаңыз. Өйткені біліңіз, құрметті ер азамат бауырым, жанұяңыздың рызық несібесі, бақ берекесі Алланың әмірі менен сіздің қолыңызға байланған. Сіздің қолыңызда, қолыңызды жайып әке ретінде, отағасы ретінде қолыңызды жайып бүгін сіз тек өзіңіз үшін емес, бүкіл жанұяңыздың әрбіріне дұға жасайтын түніңіз. Ұмытпадыңыз ба? Құрметті әйел азамат, сіз осы үйдің тірегісіз. Ендеше балаларыңызға, отағасының күнінің береке болуына, сондай бір көркем мінезді болуына дұға жасайтын түніңіз. Құрметті перзент, сіз ата-анаңыз үшін оның кешірімін тілейтін, оның бақ берекесін тілейтін, оның айтпаған шүкірлерін сіз айтатын түн. Бала да ата-анасының жасаған амалдарына шүкір айтуына болады. Оған Құранда сөйтіп айтқан: Рабби аузи'ни ән әшкура ни'матака аллати ан'амта алайя ва аля валидай деген дұға бар. Аллахым, мені дейді, өзіңнің маған берген, ата-анама берген нығметтеріңе шүкір етушілерден ет деген дұға еді. Ауыз бекітетін уақытта келіп жатыр көп жерлерде. Сол үшін айтатын құрметті бауырлар, Рамазанның санаулы түндері қалды. Санаулы ұлы түн бүгін өтіп жатыр да. Құрметті жақсылар, жанұяңызға дұға қылыңыз. Көп-көп дұға қылыңыз. Өзіңіз өзгеріңіз, өміріңізді өзгертіңіз. 1 жылдық несібеңіз жазылатын түн екен. Осыдан бастап жігеріңізді жинап, осыдан бастап өзіңізді қуаттандыратын, осыдан бастап өзіңізді қолға алатын түн емес па? 30 күн шыдадыңыз, сонша күн өзіңізді реттедіңіз. Ендеше, құрметті бауырым, алға қарай, жақсылыққа қарай жылжуыңыз керек болатын түн екен.